Қайырлы күн, қымбатты оқырмандар. Бүгін біз сіздермен Жетісай аудандық музейінің қорында сақтаулы тұрған қол диірмен жайында айтатын боламыз. Диірмені әртүрлі дәнді дақылдарды ұсату үшін қолданған. Жалпы диірмен үлкен екі қышатастан тұрады. Қышатас ортасында дәнді дақылдарды салуға арналған тесігі болады. Диірменнің салмағы ауыр болып келеді, және оны тартуда үлкен күшті талап етеді. Қышатас ойығына бидай салынып, астық тастардың арасында үгітіледі. Осылайша үгітілген бидай төменгі қышатас астына жиналады. Жалпы қол диірмен тастарының көбінің диаметрі 30-50 сантиметрден аспайды. Ал үстіңгі жақ тастарының қалыңдығы 5-6 сантиметрден аспайды. Астыңғы төсек тасының асты үсті бірдей етіп, теп-тегіс етіледі де, беткі жағының дәл ортасынан темір кіндік орнатылатын тесік қашалады. Ал тесікке әуелі ағаш орнатылады, ал ағашқа үшкірленген темір кіндік қағылады. Үстіңгі тастың ортасынан диаметрі 4-5 сантиметрдей дөңгелек жасалынады. Оның негізгі қызметі: біріншіден, диірменді айналдыру кезінде үстіңгі тастың ауып кетпеуін қамтамасыз етсе, екіншіден, сол тесіктен тартылатын дәл астына салынып тұрады. Үстіңгі тастың жоғарғы жақ шетінен тереңдігі 2-3 сантиметрдей ойық қашалады. Содан кейін сол ойыққа ағаш сап орнатылады. Сол ағаш саптан ұстап, қол диірменді қозғалысқа келтіріп, айналдыра отырып, дән тартады. Осындай көненің көзі болған жәдігерлер жайында, басқа да жәдігерлер жайында келесі видеомызда айтатын боламыз.